Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен Арайлым, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен ерекше дәмді түскі немесе таңғы асқа беруге болатын, етсіз тек қана көкөністерден жасалатын өте тойымды тағам әзірлейміз. Барлық қажетті заттардың тізімін описанияда қалдырдым. Өте керемет болып шығады, міндетті түрде жасап көріңіздер. Ең алдымен картопымызды алып, видеода көрсетілгендей 4 піш-пішінде турап алатын боламыз. Картопымыздың барлығын турап алғаннан кейін пиязымызды алып, дәл видеодағыдай етіп тураймыз. Егер сізде үлкен пияз болса, біреуін алсаңыз жеткілікті болады. Пиязымызды осылай майдалап турап алғаннан кейін сковородкамызға майымызды құйып, қыздырып, үстінен картоптарымызды тастап, қатты отта қуыратын боламыз. Картопымыздың асты шамалы қызарып қуырылғаннан кейін үстінен шамалы тұз сеуіп, шамалы араластырып, тағы да қуыруға қойып қоямыз. Картопымыз қуырылып жатқан кезде сәбізімізді дәл видеодағыдай етіп турап аламыз. Сәбізімізді турап болғанша біздің картопымызда қызарып қуырылып тұр. Енді үстінен пиязымызды тастап, шамалы араластырып қуырып, үстінен сәбізімізді тастаймыз. Барлығын жақсылап араластырып, бетін жауып, орташа отта қуыратын боламыз. Барлығы қуырылып болғанша біз осылай бай алдымызды алып, дәл видеодағыдай етіп турап алатын боламыз. Достар, әркез сіздер үшін жаңа рецепттермен бөлісіп отырамын. Менің рецепттерімді жіберіп алмас үшін подписаться батырмасын басып, колокольчикті басуды ұмытпаңыздар. Бай алдымызды турап болғанша біздің картоптарымыз қызарып, әдемі болып қуырылды. Үстінен бай алдымызды тастап, араластырып, қуырамыз. Бетін жаппай, осылай қуыруға қойып қоямыз. Енді қызанақтарымызды алып, дәл видеодағыдай етіп турап алатын боламыз. Қызанақтарымызды турап алғаннан кейін осылай сарымсағымызды да майда бөлшектерге бөліп турап аламыз. Барлығын жақсылап араластырып, қызанағымызды үстінен тастап, жақсылап араластырамыз. Үстінен сарымсағымызды саламыз, араластырамыз. Барлығын жақсылап қуырып алатын боламыз. Шамалы қуырғаннан кейін үстінен қызыл тәтті бұрышымызды, паприканы және шамалы базилик қостым. Қалауыңызша басқа да дәмдеуіштерді қосуға болады. Енді барлығын жақсылап араластырып, астын басып, бетін жауып, шамамен 2-3 минут арасында пісіреміз. Әзірге көкөністеріміз пісіп жатқан кезде алдын ала жуып дайындалған аскөктерімізді алып, барлығын майдалап, дәл видеодағыдай етіп турап алатын боламыз. Аскөктер қалауыңызша қоспасаңыз да болады. Аскөгіміз турап болғанша біздің көкөністеріміз де дайын болды. Енді барлығын шамалы араластырып жіберіп, қосатын жұмыртқаңызға қарай ұяшықтар жасайсыз. Мен 3 қосамын, 3 ұяшық жасадым. Қалауыңызша ұяшықтарды көбірек жасап, көбірек жұмыртқа тастасаңыз болады. Осылай тастап алғаннан кейін үстінен шамалы тұз себеміз. Бетін жауып, жұмыртқамыз шамалы піскенше пісіретін боламыз. Енді үстінен мен үйде қалған сырларды тастадым. Қалауыңызша сырды қоспауға болады, немесе басқа да сырдың түрлерін қоссаңыз болады. Қатты сырлар да бола береді. Сыр немесе брынза тастасаңыз өте дәмді болады. Осылай шамалы тастап, бетінен аскөктерімізді сеуіп, отын өшіріп, бетін жауып, сырымыз ерігенше шамалы күтеміз. Осымен біздің тамағымыз дайын. Қалауыңызша әсемдеп ұсынуға болады. Мен жұмыртқаларды шамалы шикі етіп істедім. Жұмыртқаны араластырып, қатты пісіріп жіберіп ұсынсаңыз да болады. Егер сізде шикі жұмыртқаны ұнатпаса, қалауыңызша жұмыртқаны мүлдем қоспай, жай ғана сырмен ұсынсаңыз да өте керемет болып шығады. Міндетті түрде дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Достар, егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде тіркеліп алуыңызды сұраймын. Менің каналымда басқа да қызықты рецепттерді таба аласыздар. Әлі де алдағы уақытта қызықты рецепттермен бөлісіп отырамын. Каналыма тіркеліп, комментарий қалдырып, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Арайлым, баршаңызға рахмет.